жасаған Путин, ал Назарбаевқа да гарант болып тұрған Путин. Оған ол маңызды. Себебі Назарбаевтың деппін ғой. Путин қабағына қарап тұрған мінекей. Тоқаев бар, Лукашенко бар, Рахмон бар, Мирзиев, Садыр Жапаров. Бесеуі. Путин санайды олардың патшасымын деп. Маған бағынсаңдар, мен сендерге кепіл беремін деп, гарант боламын. Сендерге ештеңе болмайды деп. Сөйтіп, бұл жерде гарант Назарбаевқа Тоқаев емес, Путин. Ешқандай не себеп Тоқаев Назарбаевқа қарсы халықты шығарып қажет жоқ. Назарбаев оны босатам десе, парламенттің бір жиын, звонок бір айтады, Тоқаев арыз берді кет деп болды. Ана жаққа кете салады. Мәселе басқада. 28 желтоқсан 2021 жылы мен айттым ғой бірінші рет. Путин форумға шақырып алды да, сол жерде айтты, Назарбаев, давай, до свидания, Тоқаев сен басқарасын. Ол анау басына қар түскендей болды Назарбаевқа. Сол күні Назарбаевты тұтқынға алды да қамап тастады. Путин Москвада тұрды. 18 қаңтарға дейін біз оны көрген емеспіз. 18 қаңтарға дейін онда байланыс ештеңе болған жоқ. Міне, ол сосын 18 қаңтар күні сөйледі, Москвада елшілікте біздің монтаж жасалынған, оған цифрлермен жазып берді, соны сөйлеп берді. Сол уақыттан бастап Назарбаев тұтқында Путиннің қолында. Мінекей. Жақында ота жасады ғой. Мен жақында материал қойдым, көрдіңіздер ме жоқ па, айттым. Назарбаев жүрегіне жоспарланған отан өзі бір жыл бұрын жоспарлады дейді, жаңағы Астанада мәжбүр болды жасауға. Себебі шетелге шыға алмайды. Путиннің тұтқыны. Мінекей. 150 миллиард доллар бар ақшасы бар адам, ең бай адам, шетелге жасамайды. Кәдімгі қай болса да біздің елдің ауылдың адамы квота алып, сол жаңағы пияз жасаған институтта жүрекке ота жасай алады. Ал Назарбаев бұл менің сөзімнің дәлелі. Шетелге шыға алмайды Путиннің тұтқыны екенін. Сосын ақшалар жоқ, бәрін тартып алған. Мына жерде, мына Динара және оның әріптестері жалған нарратив таратып жатыр. Кезекті бейне мінекей 1 минут 6 секунд тағы да нарратив құрастырып жатыр Динара. Көшеге шықсақ, бізді атып тастайды. Бізде өмірге құқығымыз жоқ дейді. 27 секундтан бастап ол былай еді. Единственный мирный способ, которым мы можем поменять ситуацию в стране, заставить нашу власть меняться, это только то, что не поддерживать ее, а отвернуться от нее. Не верить ей, не покупать ту ложь, которая нас кормит в течение 30 лет. Тыңдап алыңыздар. И вам кажется, что в этой стране происходят какие-то перемены и строится новый Казахстан, я вас огорчу. Нет, ничего не меняется и не поменяется до тех пор, пока этот режим будет сохраняться. Он изменится только в одном случае, если мы лишим его легитимности. Мы знаем, что если мы выйдем на улицы, нас расстреляют. Нас лишили всех прав, нас лишили самых базовых прав. У нас нет права на жизнь, у нас нет права на свободу выбора. Единственный мирный способ, которым мы можем поменять нашу ситуацию в стране и заставить нашу власть меняться, это только то, чтобы не поддерживать ее, отвернуться от нее и не верить ей, и не покупать ту ложь, которая нас кормит в течение 30 лет. Я слышала выступления спикеров. Это прекрасно. Я рада, что есть в нашей стране люди, которые переживают за нее, хотят внести какой-то вклад и тоже стремятся к каким-то изменениям. Но я снова вас расстрою. Ничего этого не произойдет, пока в этой стране сохраняется этот режим. Тоқаев равно Назарбаев. Міне, жаңағы 27 секундтан айтады, бірақ амалы бар, бейбіт жолы дейді, қайсымен біз мына жағдайды өзгерте аламыз. Биліктен бізге көзқарас өзгертетін. Оны қолдамау керек. Оны биліктен басын тарту керек. Оған сенбеу керек. Оның беріп жатқан жалдарына жаңағы алмау керек, қабылдамау керек деп. 30 жыл нетіп жатқан. Қараңыз, бұл не деген әңгіме? Бұл әңгіме мына ынтымақсыздық қағидасын қолдану деген сөз. 2018 жылдан бастап мен осы үндеу жасадым зиялыларға, халқым, саясаткерлерге, мына ынтымақсыздық қағидасын пайдаланайық мына су жүйеге деп. Халқым, анау кімдер, Махатма Ганди, жалаңаяқ жүрген индустар 1930 жылдардан 47 жылға дейін осы тақырыпты көтеріп, осы қағиданы, принципті қолданып,